бүгінгі радиоэлектроника және ақпараттық жүйелер мамандығының 10 күндік аясында ұйымдастырып отырған STEM-ді оқыту мен оқытуды жақсарту тақырыбындағы вебинарымызды ашуға рұқсат етіңіздер. Және осы вебинарымыздың арнайы қонағы біздің облыстық білім беруді дамыту орталығының маманы Исаханова Шынар Кабиқызына алғы сөзді бергім келеді. Шынар Кабиевна. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарды осы Талдықорған агротехникалық колледжі өте тамаша ұйымдастырып отыр. Неге десеңіздер, STEM оқыту мен оқытудағы инновациялар деген тақырыпта сіздер курстан өттіңіздер. Жалпы бұл тақырыптағы курстар не үшін өткізілді? Бізде мынау жас маман жобасы аясында үздік заман талабына сай халықаралық деңгейдегі маман. Сондықтан да Салтанат Қадырқызы осы оқығандардың ішінде бізде қазір өзіміздің әріптесіміз Әйгерім Берікбаевна отыр, міне Мөлдір Анархановна отыр. Өте тамаша, өйткені алған білімді тәжірибеде қолдану керек. Бір жағынан бұл жаңағы оқыған бағдарламаларыңызға шолу жасап қарасақ, осының барлығы қашықтықтан оқытуда біз іске асырып отырмыз, иә? Мысалы үшін виртуалды жаңағы кітапхана дейсіздер, басқа да түрлі жаңағы интербелсенді әдістер, осы оқыту кезінде қандай қиындықтар бар. Біз қазір сол қарапайым ғана Платонусқа қарасаңыздар, біз ұсынып отырған білімнің барлығы арнайы жаңағы қорытындылар шығарып отырады, иә, мониторингтары. Жалпы ол құр жай ғана шығарылмау керек. Одан белгілі бір нәтижені әр оқытушы өзінде кедергілерді анықтай білу керек. Сондықтан да міне жаңағы күтілетін нәтиже, осы жақтағы қазіргі осы мамандыққа қандай жаңашылдықтар еніп жатыр, қазір сіздердің әкеп қондырып жатқан құрылғыларыңыздың өзі жаңашылдық. Өйткені соңғы үлгідегі 20-шы жылы шыққан заманауи құрылғылар келіп отыр. Кәсіпорында бар дүние, тіпті кейбір кәсіпорында әлі қойылмаған екен. Ал біздің колледждарда Алматы тамақтандыруға ол мысалы аспаз мамандығына қазір қойылып қойды. Сондықтан да баршаңызға рахмет. Осының ішіндегі кез келген осы оқығанда өздеріңізге алған жаңағы виртуалды турды ма, болмаса жаңағы онлайн байланыстарды ма, синхронды, асинхронды жұмыстарды қазір жүргізіп жатырмыз, иә? Осылардың барлығын қазір сіздер қаншалықты оқу үрдісінде дизайндар ойлау ма, коучингтер ма, мысал үшін презентациялар дейді, мінекей біз кеше күні осының барлығынан қиналғанбыз. Ал мына жаңағы курста осының барлығы сіздерге егжей-тегжейлі шебер класстарға дейін көрсетілді. Сондықтан да әр оқу орны алған осы жердегі білімді оқу үрдісінде жетілдіруде өзіндік бір жүйелерді қою керек. Мен енді Әйгерім Берікбаевна тыңдап отырған шығар, иә? Бұл кісілерде біраз шаруалар, жұмыстар қойылды. Сондықтан да осыларды осы бағытқа қарай бағыттаудың тағы да жолдарын қарастыру керек. Сондықтан бұл тек қана осы оқыған жаңағы әріптестерге ғана емес, барлық әріптестерге ой салатын жақсы вебинар. Сәтті болсын, шығармашылық табыстар тілеймін. Осындай жаңағы біз айтып қана емес, өздіктеріңізден осындай дүниелерді жүргізіп, әріптестермен бөлісіп, тәжірибені шыңдаудың жолдарын үйренетін кез жетті. Сондықтан біз барлығына дайын болып, осы бағытты жетілдіруіміз керек. Рахмет, Салтанат Қадырқызы. Құрметті біздің конференциямызға, бүгінгі вебинарымызға келіп отырған қонақтар, құрметті біздің Алматы облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының инженер-педагогтары. Өздеріңіз білетіндей, әр оқу орнына осы 2020 жылдың 7 желтоқсан, 29 желтоқсан аралығында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің Сингапур мемлекеті жаңағы Тамасек қорымен бірлескен келісім шарт негізінде үлкен ауқымды жас маман жобасын ұтып алған колледждердің басшыларын курстан дайындау, STEM бағыттағы бағыт-бағдар жұмыстарына даярлау үлкен шарасы ұйымдастырылған болатын. Осы Алматы облысы бойынша бізде жас маман проектісінде жүлдегер болып, сол жас маман жобасында жұмыс жасап отырған біздің 5 атаулы колледж
осы курсты оқып, нәтижесінде біз Сингапур мемлекетіне Наньян технологиялық университетіне жобаларымызды ұсынған болатынбыз. Осы жобалармен қазір біз барлықтарыңызды таныстыратын боламыз. Алғы сөзді Исламова Мөлдір Анвархановна, оқу өндірістік істі жөніндегі Талдықорған сервис және технологиялар колледжінің орынбасарына бергім келеді. Ғылыми зерттеу жобаларының халықаралық стандарттарға сәйкестігі тәжірибе алаңы. Мөлдір Анвархановна, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті агротехникалық колледжден біздің әріптестер, сіздерді тағы да бағана Шынар Қабиевна айтып кетті. Сіздердің 10 күндіктеріңіздің аясында өтіп жатқан осындай вебинарға шақырғандарыңызға көп рахмет. Если мүмкін болса, мен орысша выступать етсем. Әрине болады, рахмет сізге. Уважаемые коллеги, вот до этого говорила, да, Шынар Қабиевна, что в рамках проекта «Жас Маман» 5 колледжей, мы вошли по области, 5 колледжей вошли в 2020 год по «Жас Маману», и также мы прошли онлайн-семинар, то есть обучение с 7 по 29 декабря. Это организовал Министерство образования и науки Республики Казахстан, НАО «Талап» совместно с фондом Тимасек и с Наньянским политехническим институтом, это в Сингапуре. И сегодня я бы хотела поделиться своим опытом, то, что я получила по обучению на курсах. Заодно, я думаю, что вы тоже получите какую-то информацию. То есть мы проходили именно по этой теме инновации в преподавании и изучении науки, технологий, инженерии и математики. Это одним словом на сегодняшний день называется STEM. Да? Вы, наверное, уже слышали. Сейчас давайте дальше начнем. В последние годы все больше и больше подчеркивается важность образования, ориентированного на развитие так называемых навыков 21 века. Иными словами, это называется как soft skills. Основными толчками в данном направлении послужили такие факторы, как стремительное развитие стадии 4-й промышленной революции, цифровизация большинства сфер деятельности человека. И в условиях пандемии коронавирусной инфекции страна ощутила острую потребность в кадрах. Да? То есть мы сами, да, ощутили. Вот получается, ровно год назад мы даже не были готовы к тому, чтобы перейти к дистанционному образованию. И когда первые месяцы в марте, когда с 16 марта мы перешли, те специальности, которые связаны с IT-технологией, у них не было таких проблем. Но именно такие специальности, да, как у нас, скажем, в сфере обслуживания, это такие как парикмахеры, портные, повара и так далее, да, то есть у них не было такой компьютерной грамотности, и они ощущали такие трудности, как элементарно просто. Может быть, они до этого умели пользоваться, да, просто как пользователь компьютером, программами, да, офисный пакет программ, да, но именно когда перешли к дистанционному обучению, они столкнулись с такими проблемами, как создавать видеоуроки, как проводить через Zoom. Вот сейчас уже сегодня уже получается ровно год, да, на сегодняшний день мы уже более-менее привыкли, но сегодня элементарно мы видели, да, как, видимо, эта студентка, да, зашла, она даже не знала, куда она зашла. Это, получается, показывает то, что мы не такие компетентны именно в компьютерной грамотности. И это наталкивает на то, чтобы все, независимо от специальности, от квалификации, все мы должны обучаться по IT-технологиям. То есть это не говорит о том, что все мы должны быть такими пользователями, как, допустим, программисты и так далее. Но в любом случае это время требует такое, что мы должны идти в ногу со временем. То есть я сказала, да, в условиях пандемии мы это ощутили. И до этого, если у нас в Казахстане вот последние 5 лет уже начали STEM-образование продвигать, но именно последний этот год стал таким толчком, чтобы все уже начали изучать STEM-образование.
робототехника, конструирование, программирование, моделирование, 3D-проектирование и многое другое, вот что теперь интересует наших учащихся, да, всего мира. Для реализации этих интересов необходимы более сложные навыки и компетенции. То есть если сравнить наше образование, да, то есть буквально скажем старое, тогда они как бы просто знали и умели, да, а на сегодняшний день этого мало. Важно не только знать и уметь, но также исследовать и изобретать. Необходимо одновременно развиваться в таких ключевых академических областях, как наука, математика, технологии, инженерия. То есть это одним словом называется STEM. STEM представляет собой интегрированный подход обучения, в рамках которого академические научно-технические концепции изучаются в контексте реальной жизни. То есть это не то, что, допустим, в книжках написано одно, а когда в реальной жизни наши выпускники сталкиваются с другой. Поэтому это и есть STEM-образование, чтобы мы всегда шли в ногу со временем. То есть и учебная литература, и материально-техническая база, и методика, все должно быть единым. STEM-образование является мостом, соединяющим учебу и карьеру. То есть мы не должны думать просто о том, что вот мы подготовили, да, обучили и все. Мы должны в дальнейшем думать, чтобы эти же наши выпускники после окончания наших учебных заведений были трудоустроены. То есть на курсах мы изучали такие методы, как проектное обучение, дизайн мышления, интегрированное обучение, перевернутый класс, обучение миллениалов, Makerspace, это то есть виртуальная лаборатория, 3D-моделирование. То есть это основные такие методы, с которыми нас ознакомили сингапурские наши коллеги. Когда мы обсуждали эти темы, получилось так, что, возможно, наши коллеги где-то использовали эти методы, но они на самом деле не знали, как это называется. Когда вот по окончании курса мы защищали свои проекты. То есть каждый колледж мы представляли по 2 проекта. Но от нашей области мы представляли 1 проект, представлял высший политехнический наш колледж Талдыкурганский. А помимо этого, каждый колледж мы отправляли в Сингапур свои планы, проекты. И я бы хотела поделиться с нашим проектом нашего колледжа. Это первое, это поделиться о дизайне мышления с коллегами. Но вот смотрите, если у меня срок реализации стоит март-июнь, получается, что сразу, как только мы закончили эти курсы, я сразу, вот в январе у нас были каникулы, и в это время я проводила семинар с нашими коллегами. И во время семинара, когда я им уже объясняла, что такое дизайн мышления, и все вот эти, которые я перечислила, вот эти методы, они также говорили, возможно, не полностью они использовали, да, пользовались этими методами, но какие-то элементы они все же использовали, да, в уроках своих, на уроках производственного обучения, на уроках теории и так далее. И вот первый план, это получается, я вначале поставила март-июнь, я провела семинар в январе, но все же это не означает, что я 1 раз провела семинар и все, на этом забыли. То есть я на каждую ПЦК, я как каскадное обучение начала проводить семинары. То есть вначале для колледжа общий, и потом уже внутри каждой ПЦК мы проводили. И что это нам дает? То есть дизайн мышления позволит улучшить процесс обучения, сделать его более активным и интересным. То есть это не просто такое, допустим, по общеобразовательным дисциплинам, да, если раньше они проводили просто, допустим, теория и все, а на сегодняшний день время требует, чтобы они проводили так же активно, как и производственное обучение, как лабораторные работы. Дизайн мышления делает обучение творческим процессом, развивая критическое мышление студентов и заставляя мыслить оригинально. После обучающего семинара коллеги смогут применять в своей педагогической деятельности. То есть они уже на сегодняшний день используют эти методы.
Теперь я бы хотела коротко остановиться, что это такое понятие дизайн мышления. Дизайн мышления – это системный подход к решению задач, ориентированный на интересы конечного пользователя. То есть в данном случае у нас получается конечный пользователь – это наши выпускники. То есть мы должны в первую очередь думать о наших выпускниках, когда они уже пойдут на предприятие, да, на работу. Также я повторюсь, что мы должны думать, чтобы они были трудоустроены. Особенности дизайн мышления, отличительные особенности метода дизайн мышления. Погружение в опыт пользователя, сторонний подход к определению проблем, фокусировка на персональных сценариях поведения и действий. Если говорить о принципах дизайн мышления, можно учитывать такие, как, то есть вы показываете, а не рассказываете, как я говорила, да? То есть мы своими руками должны вот это все показывать. Фокусируйтесь на ценностях, оттачивайте точность, скажите «да» эксперименту. То есть если бывает так, что если вы что-то запланировали, если не получается, мы должны обратно этот процесс начать для того, чтобы мы получили конечный результат. Помните о процессе, меньше слов, больше дела, общее взаимодействие. То есть это как бы связано как с проектным обучением. То есть вы можете объединить, если в группе, скажем, да, 25 человек, вы можете разделить на 3 подгруппы или на 5 подгрупп по 5 человек, да, и тогда уже у них как бы получается, что они будут работать в группе. И какие же способности раскрываются в дизайн мышлении? Это прежде всего открытость новому опыту, дивергентное мышление, проактивность, эмоциональный интеллект, планирование, оптимизм, то есть они уже будут видеть конечный результат, социальный интеллект, критическое мышление, и у них развиваются навыки публичного выступления. Это до этого то, что я говорила, поделиться о дизайн мышления, это был мой первый план. А второй план – это у меня создание специализированного центра компетенции по специальности организации питания. Мы, то есть наш колледж участвует в проекте «Расмаман» именно по специальности организации питания. И используя материально-техническую базу нашего колледжа, которую вот в этом году, в 2020 году, в августе 2020 года мы обновили полностью по этой специальности, мы будем сотрудничать не просто с нашими социальными партнерами, но также и с другими колледжами нашего региона, чтобы они могли на нашей базе, как тренировочный лагерь, использовать нашу базу для подготовки к региональному чемпионату WorldSkills, к национальному чемпионату, если получится, чтобы провели подготовку к мировому чемпионату. То есть у нас срок реализации май-июнь текущего года. И что же мы ожидаем? Это прежде всего подготовка квалифицированных рабочих кадров, соответствующих стандартам WorldSkills и международным профессиональным стандартам. Почему я написала именно международные профессиональные стандарты? Потому что в рамках проекта все колледжи, которые обновили мат-базу, мы должны будем пройти международную оценку качества. То есть мы должны соответствовать международным стандартам. Что это нам дает? Это нам дает то, что наши выпускники, они могут работать не только у нас в Казахстане, они могут также за рубежом работать со своими дипломами. Следующий результат – это повышение квалификации. То есть повышение квалификации не просто для наших коллег, да, по области, это также мы можем организовать повышение квалификации для предприятий. Это также профориентационная работа для школьников региона, подготовка и проведение регионального чемпионата WorldSkills по компетенции поварское дело. Ну, то есть до этого тоже на нашей базе мы проводили не международный, а региональный чемпионат WorldSkills, но тогда у нас были такие трудности, когда не хватало рабочих мест, мы должны были докупить какие-то оборудование, да, а на сегодняшний день в рамках проекта, то, что мы обновили нашу базу, это дает нам возможность, чтобы мы могли проводить
для региона полноценный чемпионат. И последнее – это популяризация профессии повар. Хотя на сегодняшний день, я бы сказала, ну, среди наших специальностей, которые на сегодняшний день мы обучаем, самая популярная специальность – это организация питания, в том числе квалификация повар. Но это не дает права, чтобы говорить, что все уже повар. И так мы, допустим, набираем, но все же мы должны уже не просто для региона выходить по поварам, да, чтобы знали про профессию повар, но также в рамках проекта «Жасмаман» для нашей страны. Вот такие мы ожидаем результаты. То, что я могла донести, я думаю, что вы взяли какой-то опыт сегодня. Если у вас есть вопросы, я готова вам ответить. Мөлдір Анвархановна, STEM білім бойынша берген құнды ақпаратыңызға алғысымыз шексіз. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, Мөлдір Анвархановна сіздерге жауап беруге дайын. Сұрақтарыңыз болмаса, онда Мөлдір Анварханова уақытыңызды бөліп, бүгінгі тәжірибе алмасу алаңына өздеріңіздің колледждегі ұйымдастырып жатқан осы бағыттағы жұмыспен бөліскеніңізге көп рахмет айтамыз. Ары қарай онда рахмет. Ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Алматы облысының қызмет көрсету және тамақтандыру саласындағы инновациялық технологиялар колледжінің оқу әдістемелік жөніндегі директордың орынбасары Дүйсенбаева Айгерім Берікбаевна STEM оқыту шеңберінде академиялық ғылыми-техникалық тұжырымдамалар шынайы өмір контекстінде зерттелуі. Сөз кезегі Айгерім Берікбаевна, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әрине өздеріңізге белгілідей, бізде осы Қазақстан бойынша бізде жаңағы енді менің жобам Қазақстан бойынша 81 колледж тарапынан STEM оқыту мен оқудағы инновациялар бағдарламасының негізінде бізде біліктілікті арттыру курсын өткен болатынбыз. Бұл біліктілікті арттыру жүйесінде орын алған өзгерістер ол қазіргі заманғы педагогикалық және ақпараттық технологиялар негізінде білім берудің жаңа моделін жобалау және енгізу процесіне негіз болды. Бұл колледждерде маңызды орын алады деп ойлаймын, өйткені бізде мамандарды дайындайтын болғандықтан білікті кадрлар арнайы дайындалады. Соңғы жылдары еңбек нарығында заманауи техниканы жан-жақты меңгерген кәсіби білікті мамандарға сұраныс та артып жатыр. Ол біріншіден ол өндіріс орындарына күнделікті проблемаларды шешуге ғана емес, сонымен қатар жаңа төтенше жағдайлардың пайда болуына жол бермеу. Екіншіден, жұмыс берушілер маманның тікелей жақсы базалық білім болуына негізделеді. Ал үшіншіден, жұмыс берушілер тарапынан мамандардың сертификатталған жаңағы мамандар екеніне үлкен баға беріп өтеді. Енді бұл жерде STEM технологиясын білім беру жүйесіне енгізу үшін бірнеше шарттарды біз өзіміз алға қойып отырдық. Ол кезде әрине біз бағана алғы сөзде Шынар Кабиевнаның айтып өткенінде де біз ол деген міне қашықтықтан білім беру аясына көшкеннен бастап бұл STEM технологиясы жаңағы бір бөлігі болса да, бөлшегі болса да ол білім беру жүйесіне енгізілді. Бұл жерде ең басты жаңағы шарттарының бірі ол дарынды балаларды іздеу, қолдау және олардың қолдаудың кең жүйесін құру болып табылады. Сонымен қатар ерекше дарындыларды анықтау, жоғары жаңағы бейінді дайындық бағдарламаларын меңгеруге мүмкіндік беретін сырттай күндізгі қашықтықтан оқытуда мүмкіндігін беру. Енді сондай-ақ дарынды балалардың атқарған, дайындаған жобаларының өзіне ынталандыруды қолға алу. Және де ең төртіншісі, ең басы оқытушы мамандығына жас таланттарды тарту. Яғни жас мамандар олар креативті болып келеді. Солардың өзін жаңағы оқытушы ретінде тарту болып есептелінеді. Мәселен, оқушылар бір жоба жасайды, сынақтан өткізеді, ал мақсатқа жету үшін кедергілердің шешу жолдарын қарастырады. Енді бұл біліктілікті жаңағы біліктілікті арттыру курсында біз әр қатысушыға 2 жобадан ұсыну қарастырылған болатын. Сол орайда мен өзімнің тарапымнан 2 жобаны қарастырдық. Бұл жобалардың негізі бастапқы жаңағы жұмысы басталған болатын. Бұл біліктілікті арттыру курсына дейін. Оның біріншісі біз осы 20-шы жылдың ең қорытындысы ретінде де ол бізде
аспаз біліктілігі бойынша жаттығу лагері, яғни WorldSkills құзыреттілік орталығының ашылуы болды. Енді бұл WorldSkills құзыреттілік орталығының ашылғанымен ары қарайғы жұмысын мен жоба ретінде алған болатынмын. Енді бұл жерде бұл жобамыздың мақсаты жаңағы еуропалық стандарттарға сәйкес келетін жабдықтармен жабдықтау, республикалық деңгейде WorldSkills ұлттық чемпионатын осы біздің құзыреттілік орталықта өткізу. Нәтижеміз осы мақсатқа сәйкес жаңағы осы WorldSkills жаңағы құзыреттілік орталығында білім алушыларды шебер сыныптардан, өндірістік оқыту сабақтарынан, сондай-ақ колледж түлектерінен жаңағы әртүрлі шебер сыныптар білім алушыларды сол жабдықтармен жұмыс істете отырып, өздері жаңағы креативті дейміз ғой, ойлауларына байланысты бір тағамды әзірлеп дайындау, яғни білім алушылардың тарапынан. Өйткені ол деген бізде жылдың аяғында, мысалы 2 курстан кейін аспаз біліктілігін қорытындылаған кезде, оларда міндетті түрде жаңағы демонстрациялық емтихан бұл өткізіледі. Сол демонстрациялық емтиханның аясында олардың өздеріне мәзір беріледі, сол мәзірге сәйкес өздері тағам дайындап шығуы қажет. Соны қолға ала отырып, соның дайындалған тағамдарын біз жаңағы мейрамханаларға ұсыну, мейрамхана мәзіріне жаңағы ұсыну. Бұл жерде әрине міндетті түрде бұл нәтижеге жету үшін бізде әлеуметтік серіктестер, сондай-ақ жаңағы еуропалық стандарттарға сәйкес келетін жабдықтармен жабдықтау үшін өндіріс орындарымен көпір орналастыру, жобаның ұзақтығын анықтау және жоспарын әзірлеу. Біз бұл жоспарды жылдың осы міне біліктілікті арттыру курсынан кейін міндетті түрде жұмыс тобы құрылды. Осы жұмыс тобымен қосылып, біз осы мақсатқа жету үшін құзыреттілік жаңағы жаттығу лагерінің жұмыс жоспарын құрған болатынбыз. Ол жұмыс жоспарының негізінде бұл жерде тек қана шебер сыныптарынан ғана шектелмейді. Ол жерде міндетті түрде біліктілікті арттыру курстарын өткіземіз. Ол біліктілікті арттыру курстары біздің өндірістік оқыту шеберлері мен әлеуметтік серіктестердің өзінен де тараптарынан ұсыныс түсіп отыр. Сол кісілердің өзі де біліктілікті арттыру курсынан өткізіледі. Сонымен қатар колледж түлектері колледжіміздің білім алушыларына үздіксіз шебер сыныптар өткізу. Яғни ең басты қаралып отырған жоспардың ішіндегі ең жаңа атқарылатын іс-шаралар болып отыр. Оның барлығын біз негізі қаңтар-ақпан айында біз жоспарға енгізіп, жаңағы жұмысшы топты құрып, осы бастапқы жұмыстары уже атқарылды. Енді мамыр айы деп отырып алып отырған себебіміз, өйткені бізде демонстрациялық емтихан өткізіледі, сол тарапта біздің білім алушыларымыздың бастапқы дайындаған жаңа осы құзыреттілік орталықта дайындаған тағамдарын ұсынып, сол жерде байқап көру. Екінші жобамыз ол 100 квадрат метрлік көкөніс өсіретін жылыжай. Бұл жылыжайымыздың да біздің негізгі сезонный дейді ғой, жаңағы жұмыс жасайды. Сезонный жұмыс жасайды, өйткені жыл бойы емес. Бұл жерде біз көктемнен бастап, анау күн суытқанға дейін негізгі көкөніс өсіретін жылыжайымыз бар. Сол жылыжайды тек сезонный ғана емес, оны жыл бойы жұмыс істеуге дайындау болып есептеледі. Бұл жердегі негізгі жаңағы осы жобаның негізгі біз экологиялық таза көкөніс өнімдерін өзіміз өндірістік сабақта білім алушылардың өндірістік сабақтарында осында өзіміздің жылыжайда өндіріліп пісірілген көкөністермен қамтамасыз ету. Сондай-ақ жаңағындай производственный деятельность, сыртқа шығару деген сияқты жұмыстарда осы біздің өзіміздің жылыжайдан дайындау болады. Енді бұл жерде жобаны ұсынылатын әрекет түрлеріміз, ол үшін біз міндетті түрде осы Алматы облысы, Алматының төңірегінде орналасқан ірі жылыжайлармен жаңағы танысу жұмыстарын жүргізу, олармен іске асыру жұмыстарын қалай болу екен сызбасын құру арқылы біз солған жаңағы бастапқы жұмыстарын кіргізу. Ол жерде бізде сезонный жаңағы тек қысқыға дайын емес, сондықтан сол қысқыға қандай дайындық жұмыстарын жасауымыз керек, сол бойынша ақпарат алу үшін міндетті түрде мұғалімдер мен студенттерден құрылған жұмысшы топпен қазіргі таңда жұмыс жүргізіліп жатыр. Нәтижемізде енді физикалық, химиялық, биологиялық әдістерді қолдана отырып, көкөністерді өсіру, тәжірибесін алу, конструкторлық технологиялық білім жүйесін қалыптастыру білім алушыларды. Бұл жерде жылыжаймен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде білім, жаңағы жалпы білім беру пән оқытушыларында тарту болып есептелінеді. Енді бұның бізде енді қазір көктем, жаз мезгілінде бұл жұмыс
жылдағыдай өз бастамасын бастайды. Ал мен қыркүйек деп алып отырған себебім, өйткені біз қыркүйектен ары қарайғы жұмысымызды жаңағы қысқыға дайындық жұмысын көрсету мақсатында мен ең соңғы жаңағы қыркүйек мерзімін алып отырған жайым бар. Енді бұл жобалардың ішіндегі енді біздегі ең қазір қызу жұмыс үстінде ол бізде мына жаттығу лагері. Жаттығу лагерінде бізде STEM бағдарламасының үлгісі ретінде енді бізде жаттығу лагеріміз аспаз біліктілігі бойынша алынып отыр ғой. Сондықтан бұл жерде тамақтандыру ұйымдастыру мамандығы бойынша бірінші курс білім алушыларынан STEM маңызды жарыстарын ұйымдастыру. Бұл бізде қазіргі таңда қыркүйек, тіпті желтоқсан айына негізі бастамасын алған болатын. Ол жерде әр бірінші курс білім алушыларының арасынан тіпті бұл өзімізге ұлттық чемпионатқа білім алушыларды дайындауға да көмегін тигізіп жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар, құзыреттілік орталықта өндірістік жаңағы ұлттық чемпионаттың жеңімпазы өзі де келіп көрсетті. Мейрамхана мәзіріндегі жоқ тағамдарды ұсынып білім алушылармен таныстырды. Сондай-ақ бірінші курс білім алушылары бізде кәдімгі оқу жұмыс бағдарламаларындағы мысалы құс етіне келетін болса, ол құс етінде мысалы сборник рецептурда басқаша тағамдар берілетін болса, ол біз оны емес, оны креативті түрде ұсыну, оны қандай тұздықтың өзгешелігін табу, заманауи технологияларды пайдалана отырып, білім алушыларды біз соған дайындау үстіндеміз. Сондай-ақ бірінші курсқа қабылданғаннан біз оларға үздік әзірленген тағам түрін қоғамдық тамақтану мекемелеріне өздерінің жеке тағамдарын нарықта сынау ретінде біз оларға бастамасын айтқан болатынбыз. Оларға әрине барлығы ұнап жатыр. Өздері тағам дайындап, олар өздерін жаңағыдай мысалы карамель жасап тағамды ұсыну, оларды әдемілеп безендіру, соның барлығы оның бір шетінен мамандыққа деген қызығушылығын арттырады, бір шетінен жаңағы ойлау деңгейін, оны заманауи тұрғыда дайындау деңгейін осылай жұмыс жасап дайындап көрсетіп жатыр. Енді бұл жерде біз STEM технологиясы біліктілікті арттыру курсын өткен кезінде бірнеше іздеу жұмыстарында жүргіздік, ол жан-жақты іздестіріп қарастырдық. Сол кездегі осы STEM бағдарламасы бойынша оқыған кездегі ең басты назар ол ағылшын тіліне келіп түседі. Сондықтан STEM бағдарламасын үйрену үшін міндетті түрде ағылшын тілін меңгерту болып есептелінеді. Сондықтан біз қазір білім алушыларды арнайы сабақтардың өзін міндетті түрде мына өндірістік сабақтарында да қолданған кезінде барлық тағамдардың технологиялық карталарын ағылшын тілінде дайындауға баса назар аудартып отырмыз. Енді жаңа Мөлдір Анвархановна да жоғарыда айтып өтті ғой, дизайнерское мышление деп, яғни дизайнерлік ойлау қабілеттерін де арттыру деп. Оның барлығын шыны керек, ол бірінші курстан білімін қалыптастыру деп ойлаймыз. Сондықтан біз өндірістік сабақтарда, міне әр өндірістік сабақ шыны керек бізде колледжіміздің директоры өзі кіреді бракеражына, өзі беріп, әр білім алушының қалай жаңағы дайындаған, тіпті білім алушының екеуінікі бірдей болып тұрса да, біреуінің жаңағы безендіру түрі ерекшелік болып жатады. Соған баса назар аударып, біздің міндетті түрде әр өндірістік сабақтың қорытындысына біздің колледж директорымыз Болат Мұратович әрдайым бағасын беріп отырады. Оның бәрін біз әлеуметтік желілерге барлығын жаңағы тіркеп отырамыз, әлеуметтік желілерге көрсетіп отырамыз, онсыз өткізілмейді. Енді біздің өзімізге жаңағы қорытындылайтын болсам, жаңағы осы тренировочный лагерьда, өйткені мен енді неге тренировочный лагерьді алып отырмын? Ол жерде біз енді STEM бағдарламасын бойынша біліктілікті арттыру курсында бізде көбінесе жаңағы кімдер естіліп тұр ғой, естіліп тұр. STEM технологиясының негізінде мен осыны алып отырған себебім, өйткені бұл біліктілікті арттыру курсына жас маман жобасын жеңіп алған 81 білім оқу орны қатысқан болатын. Сол себепті біздегі баса назар, енді бұл жабдықтарды алып, бұны біз сәнге қойып қойған жоқпыз, соны іске асыру мақсатында білім алушылардың тарту болып есептелінеді. Сондықтан бізде енді бастапқы жұмыс осы құзыреттіліктен басталып отыр. Енді жылдың аяғында жаңағы көкөніс өсіретін жылыжайымыздың жобасының мен таныстыратын боламыз. Ал енді қазіргі мына жас маман жобасының аясында құрылған құзыреттілік орталық уже жұмысын бастап кетті. Осы кеше ғана бізде уже жаңағы Кагир ассоциация гостиничных хозяйств, солар келіп уже семинар өткізді барлық қала колледждарына, оқу орындарына, өндірістік оқыту шеберлеріне. Осы жабдық бойынша Экабер компаниясы бізді мына жабдықтармен қамтамасыз еткен кәсіпорындармен үздіксіз жұмыстар жүргізіліп жатыр. Олармен де білім алушылармен біріккен жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан
бұның барлығы ары қарай жұмысын жүргізу біздің әлі алда жоспарымызда бар. Негізінде осы жалпылама айтайын дегенім. Рахмет назарларыңызға. Егер сұрақтарыңыз болса, мен жалпылама сіздерге сипаттама берген бар, жаңа Мөлдір да түсіндіріп өтті. Әйгерім Берікбаевна, берген құнды ақпаратыңызға рахмет. Барлығымызға да көрініп тұр. Осы STEM білім беру бағытында колледжіңізде қандай әрине жеңіл емес жұмыстар алға қойылуда. Осының бәрін ойдағыдай жүзеге асырып, осы Сингапур Наньян технологиялық университетінің алдында біз барлық осы жобаға қатысқан колледждер 2021 жылы қараша-желтоқсан айына жоспарлап отырмыз ғой. Есеп береміз, осы жобаларымыздың іске асуын қорғаймыз деп. Осы қорғау сәтінде үлкен сәттілік тілеймін сізде. Шығармашылықпен жұмыс жасаңыз. Рахмет. Енді вебинарымызды ары қарай жалғастырайық. STEM оқытудың біріктірілген тәсілі. Шамалған кәсіптік оқудағы көпсалалық колледжінің директордың бейінді оқыту ісі жөніндегі орынбасары Тағаев Мақсат Мұханұлына сөз кезегін береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жоғарыда айтып өткенде Әйгерім Берікбайқызы және Мөлдір Анвархан айтып өтті. STEM жайлы толықтай. Мен тікелей тақырыбыма көше берсем. Яғни STEM деген естіліп тұр ғой, досым? Естіліп тұр, естіліп тұр. Менің тақырыбым, яғни STEM оқытудың біріктірілген тәсілі және тәжірибе алаңы дейді. STEM кеңейтіп айтатын болсақ, Science ағылшынша кеңейтілген түрі Science ғылым, Technology, Engineering, Mathematics деген сөзден қысқартпасы болып есептелінеді. Біздің кәсіптік оқуда көпсалы колледжі STEM оқыту технологиясы бойынша тәжірибе алаңдарын ұйымдастырды. Біздің тәжірибелік алаңдарымызда аналогы сирек кездесетін жас маман жобасы бойынша қондырғылар алынған болатын. Сол қондырғылар бізде ауылды мекенде орналасқандықтан бізде дизельді қозғалтқышты тазалау және реттеуге арналған құрылғы. Яғни бізде ауыр автокөліктер, яғни жұмысқа тракторлар, ауыр автокөліктер жұмыс барысында қолданылғандықтан солардың ақауларын жөндеу үшін қолданылатын құрылғы. Яғни бізде бұл табысы жоғары болып есептелінеді. Алматы облысында бұл құрылғы екі жерде орналасқан. Сол себепті біз бұл тәжірибелік алаңымызға осы қондырғыны сатып алғанбыз. Және де WorldSkills стандарттарына сай біздің студенттеріміз жарыс барысында осы құрылғымен қолдануға өте ыңғайлы. Келесі атап өтетін болсақ, тағы да бір қондырғымыз бар. Бұл бас тиекті тексеруге арналған, яғни қозғалтқыштарды жарығын, яғни сызатын тексеруге арналған құрылғы. Бұл да өте сирек кездесетін аналогы Алматы облысы бойынша, Алматы қаласы бойынша 5 жерде ғана бар. Бұл қондырғымен біздің өндірістік оқыту шеберлеріміз қазіргі таңда мастер шеберлік класстар түсіріп жатыр. Содан үзінді бір көрсетсем. Көрініп тұр ма сіздерге?
Иә, ашылып жатыр. Видеоның дауысы келмей тұр ғой деймін. Енді қосылды. Жарықтар көбейеді. Бұл цилиндр басының беріктігін Уақыт үнемдеу мақсатында жылдамдатып қойып жіберсем. IC 304 тот баспайтын болаттан жасалған қақпағы бар қорап. Сыйымдылығы 500 литр. Мінекей осы сияқты біздің бірнеше мастер шеберлік класстарымыз түсірілген. Және де атап өтетін болсақ, бізде Электут бағдарламасы өткен жылғыдан бері келісімшартта жүргізілген болатын Россияның Sensis Engineering компаниясымен, оқыту компаниясымен. Бұл жерде студенттеріміз үйренетін нәрсе, яғни пандемия кезінде студенттеріміз практикалық жұмыстарды үйде отырып, яғни компьютер арқылы да жұмыс істеуге мүмкіндік алатын бағдарлама болып есептелінеді бұл. Бұл жерде қарасаңыздар, көрініп тұр ғой баршаңызға, Көрініп тұр. Студенттер біздің автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығынан теориялық білім ғана алып қоймастан, өз білімдерін практикалық жүзінде де орындауға мүмкіндік бар. Яғни, осы Zoom арқылы оқытушыларымыз демонстрация ұйымдастыра отырып, тәжірибе өз үйреткен жұмыстарын практика жүзінде қолдануға мүмкіндіктер алады. Дающий ответы на данный вопрос для проведения анализа, он может провести свои анализы, и он проводит показывает также сколько раз ответы на эти вопросы, то в данной ситуации мы должны рассматривать это как прогресс ученика, мы должны рассматривать, что он проводит работу и повышал знания. Это не означает, что студент с незнанием относится к этому. В любом случае, Мінекей құрметті әріптестер, бізде атқарылып жатқан жұмыстарымыз осы. Біз осы Электут бойынша 1.767.000-ға біздің 25 студентімізге лицензиялық ключ, яғни кілттер сатып алған болатымыз. Қазіргі таңда Электут бағдарламасын біздің студенттеріміз еркін қолдануда, және оларға өте ұнап, өздерінің ризашылығын білдіріп отыр қазіргі таңда. Рахмет назарларыңызға. Мақсат Мұханұлы, бізге бүгінгі күнде таныстырып отырған жобаңызға, жалпы сіздердің колледжде іске асып жатқан осы STEM білім берудегі бағыттарыңызға біріншіден рахметімізді айтамыз. Менде бір осындай сұрақ бар сізде. Осы курстан кейінгі ең бірінші кезеңде колледжде қандай жұмыстар басталды сіздерде? Жоспары жасалды ма осы STEM бағытта? Әр пәндік циклдарға немесе арнайы жаңағы пәндерге, мамандықтарға осындай STEM бағыттағы өзіңіздің Сингапурға ұсынғаннан басқа колледжшілік STEM білім беруге бағытталған қандай шаралар жүзеге асуда қазіргі таңда? Осыған жауап беріп кетсеңіз. Даусыңыз естілмей қалды? Даусыңыз? Естіліп тұр ғой даусым? Естілді. Әрине, біз STEM оқыту жүйесі бойынша
біз мынау әрбір Алматы облысы бойынша 5 колледж жас маман жобасына енген болса, негізі жас STEM бағдарламасының жалпы мақсаты инновациялық қондырғылар менен, инновациялық методикалық әдіс тәсілдерменен студенттерді жаңа білімге жетелеу болып есептелінеді. Біздің мамандық бойынша қазіргі таңда жаңа көрсетіп өттім ғой, электут бағдарламасы енгізілді. Қазір бағдарлама арқылы біз демонстрациялық жұмыстар жүргізіп жатырмыз, яғни студенттеріміздің рейтингі жоғарылап, өз сертификаттар алды. Тағы да атқарылған жұмыстар біздің STEM жобасы бойынша атап өтетін болсақ, қондырғыларды көрсетіп өтсем қазір білмеймін. Демонстрация. Демонстрация. Мына 28 атаулы бірлікте бізге қондырғылар келген болатын. Сол қондырғылар арқылы өз шеберліктерін шыңдап жатыр. Қазіргі мен атап айтатын болсам. Сол. Рахмет сізге. Рахмет Мақсат Мұханұлы. Құнды ақпараттарыңызбен бөлісіп, колледждегі жалпы жасалып жатқан жұмыстардан бізді ақпараттар еттіңіз. Рахмет. Келесі, бұлтты технологиялар және оқытуда 3D принтердің бұйымдарын қолдану. Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Сатқұлов Бақтияр Бағланұлына сөз кезегін береміз. Бақтияр Бағланұлы. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті конференцияға қатысушылар? Мен өзімнің тақырыбыма көшетін болсам, қазір айтып өткендей, бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз бұлтты технологиялар және 3D модельдерде, 3D макеттерді сабақ беруде қолдану, оқытуда қолдану. Кешіріңіз, Мақсат Мұханұлы, демонстрацияңызды тоқтатасыз ғой деймін. Салтанат Қадырова менікі қосылды ма? Қосылды. Міне сіздікі қосылды. Аха. Барлығы сіздер айтып кеткендей, осы 5 колледж қатысып, Алматы өңірінен сол 5 колледждан әртүрлі STEM-ға байланысты тақырыптар ұсынылып, осы бір жыл мерзімінде біз осы STEM проекттермен жұмыс жасайтын болып шешіп, жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің ұсынылған тақырыбына келетін болсақ, біздің директордың орынбасары Елизат Байділдановтың бастауымен біздің Талдықорған жоғары политехникалық колледжінде 2 проект іске асып жатыр. Ол 2 проекттің біреуі бұлтты технологиялар және де 3D модельдерді оқуда қолдану. Біздің проектіміз, презентациямыз ағылшынша жасалған, көбінесе. Сол ағылшынша жасалғаннан кейін сіздерге сол версияны көрсетілуді дұрыс деп есептедім. Бұл презентация сол сингапурлық біздің әріптестерге ағылшын тілінде қорғалған болатын. Бірінші Cloud Technologies дейді, ол бізде бұлтты технологиялар. Және де біз өзіміздің бүкіл проектімізді жалпы ағылшынша жүргізуді ұйғардық. Бағана әріптесіміз Әйгерім апай айтып кеткендей, STEM бағдарламасы өткені ол бізге бұл технологиялар ағылшын тілін білуді талап етеді. Сондықтан біз білімгерлерімізді бірден ағылшын тіліне оларды үйретіп, бейімдеп, проектілерін өздері ағылшын тілінде жасауға атмосфераны жасап жатырмыз. Бұлтты технологиялар. Біз барлығымыз білеміз, қазіргі таңда бұл технологиялар енді Қазақстанда және дүние жүзінде кеңінен қолданылып, енді бір необходимый, өте қажет технологиялардың бірі болып есептелінеді. Ол бізде қандай? Бұлтты технологиялар не жатады? Барлық серверларымыз барлық біздің ақпаратымыз, интернетте сақталатын ақпараттарымыз, бұның барлығы бізде серверларда хранится етіледі, сақталады. Ол серверлар көбінесе біздің
колледждарда жоқ, ол көбінесе Алматы, Нұр-Сұлтан қалаларында не болмаса тіпті басқа елдердің серверларын қолданамыз. Солардан арендаға, солардан жалға алып, серверларды сол жақта өзіміздің ақпараттарымызды сақтаймыз. Бұл қазіргі таңда бұл бізге риск тудырады. Сол себепті біз осы бұлтты технологияларды өзіміздің Алматы өңіріміздегі колледждар және де басқа білім ордаларына қолдануына ұсынайық деп шештік. Бұлтты технологиялардың біз сервер ретінде өзіміздің әріптестерімізбен бірігіп бағдарламалап жасап жатырмыз. Қазіргі таңда бізде екі команда болып жұмыс істеп жатырмыз. Біреуі таза серверларды, біреу екінші команда оның веб разработкасымен айналысып, оған среда разработкиді жасап беріп жатыр платформа. Сөйтіп бізде қазір колледжімізде екі команда жұмыс жасайды. Біреулер таза серверларды бағдарламалайды, екіншілері сол серверлға арнайы среда разработка жасап жатыр. Сонда біз өзіміздің берілген графиктарға сәйкес қозғалу үстіндеміз. Енді команда біздің мұғалімдердің және өзімде сол команданың қатар ішінде бармын, және де басқа студенттердің құрамымен құралған осы мамандықта ақпараттық жүйелер мамандығында оқитын веб-разработчик және системный серверный администрирование мамандықтарында квалификацияларында оқитын білімгерлердің күшімен жасалып жатыр бұлтты технологиялар. Айтып өткендей, бұл бізге жалпы біздің өңірімізге өте үлкен серпіліс береді. Басқа өңірлерге және де басқа нақты егер біз Алматы облысын қарастыратын болсақ, бізге бір независимость, тәуелсіздік береді. Басқа өңірлерге қарағанда. Мысалы, қазір біз барлығымыз көбінесе АИС платформасын қолданамыз, өзіміз қашықтықтан оқу дотқа. Сол біз енді барлығымыз білеміз, ол біздің өзіміздің разработать еткен бағдарламамыз емес. Оны біз көбінесе енді ай сайын өзінің арендасы бар, және де студент санына байланысты төленетін төлемақысы бар. Соның барлығы бізге бір ауыртпашылық салынады. Біздің өңірге және де біздің басқарма, бұл біздің колледждарымыз көбінесе барлығымыз білеміз, местный бюджеттен финансироваться етіледі. Сондықтан кез келген ондай услугалар, енді қызметтер, басқа коммерциялық қызметтер, басқа бізге ұсынып отқан платформа сияқты, олар біздің өңірге ауыртпашылығын салады. Сол себепті біз осы платформа сияқты не болмаса соларға ұқсайтын өзіміздің платформаларымызды жасап шығатын болсақ, ол біздің Алматы облысымыздың өзіміздің бюджетіміз өзімізде қалып, және де басқа бағыттарды развивать етуімізге өз мүмкіншілігін тигізеді. Сол себепті біз осы STEM бағдарламасын нақты біздің өңіріміздегі проблемалы мәселелерді алып, сол проблеманы шешуге бағытталып жатырмыз. Осы негізге сіздерге айта кететін жайт, STEM өзі вообще STEM технологиясы, STEM дегеніміз, ол өзіміздің осы елімізде, өзіміздің айналамыздағы нақты проблемаларды шешуге бағыттау керек. Біздің білімгерлерімізді тек қана теория жүзінде оларды үйретпеу, оларға нақты практикада бір айналамыздағы, қоршаған ортамыздағы болып жатқан проблемаларды шешуді, проблемаларды ұсынып, солармен бірге сол білімгерлерді сол проблемаларды шешуге үйретуіміз керек. Негізгі осы STEM деген бағдарламаның мағынасы сол болып келеді. Біз STEM-де енді көбінесе бір басқа теориялық жүзде көбінесе тек қана практикалық жүзінде қарастыруымыз керек. Сол біз осы технологияны қазір қарастырып жатырмыз. Оны көрсетіп кетсем, бұның барлығы айтып кеткенде ағылшынша, цели, проекты, соның барлығын қандай біз бұдан нәтиже аламыз, қанша уақытта бұл іске асатынын барлығы бізде белгіленген. Осы март айында біз платформаның бір демо версиясын разработать етіп, соны өзіміз басқа да әкімшіліктерге ұсынып, өзіміздің жобамызды ары қарай дамытуға тырысамыз. Екінші проектіміз және 3D модельдер. Айтып кетейін, бағана барлықтар осы 5 колледж жас маман жобасы бойынша бағдарлама құрылғылар алынды ғой. Сол құрылғылардың ішінде бізде 60 гигабайттық серверлар алынған. Ол біз бір Алматы облысының ақпараттық базасы ресурсына айналуға бірден жеткілікті 60 терабайт, кешіріңіздер.
60 терабайт. Енді екінші проектіміз бізде 3D модельдерді, макеттерді оқуда қолдану. Енді көбінесе бізде широкоформатный 5 3D принтер алынған болатын. Ол 3D принтерларда бізде бірде жарты метрлік бұйымдарды жасауының мүмкіншілік бар. Сол макеттерді біз тек қана енді білімгерлердің сол жасаған практикада жасаған өздерінің макеттерін басқа колледждар және басқа да мектептерге әртүрлі биология пәні бар, бағанағы машиностроение пәні бар, ресторанное дело, тамақ жасау, аспаздық, сол салаларға өз септігін тигізуге. Мысалы, көптеген салаларда енді барлығына практика жүзінде жеткіліксіз болып жатады. Мысалы, машине жасау барлығын бір машине бүкіл колледжға жеткіліксіз болуы мүмкін. Оның машинені шашып, оның детальдарын көрсету, детальдарын енді мысалы енді ол аудиториялық сабақта ол сіздер машиненің детальдарын алып келіп көрсете алмайсыз. Ал 3D макетпен шыққан детальдарды сіз тура соның айнытпай машиненің ішіндегі қандай сол деталь, сол мысалы мотордың қандай бір бөлшектерінің барлығын 3D макетпен жасап шығып, соны аудиториялық сабақтарда білімгерлерге бірден оларға сабаққа бірінші келген сәттен бастап оларға түсіндіруге, оқытуға жеңіл бір жол деп ойлаймыз. Өйткені балалар көбінесе жазбаша және ауызша қабылдағаннан гөрі олар визуальны қабылдағанда тез қабылдайды. Білімгерлердің барлығы, енді адамдардың көбісі солай болып келеді. Адамның қабылдау сезімдеріне сол өздері көздерімен қолдармен ұстаған кезде ол оқыту әлде қайда жеңіл болуы мүмкін. Сол себепті біз осы 3D макеттерді осындай басқа салалардың макеттерін жасап, соны оқытуға өз үлесін қосады деп сенеміз. Сол себепті біз осы екінші проектімізге осы бағытты таңдадық. Бұда да біздің өзіміздің білімгерлер, біздің колледжімізде оқитын студенттер 3D моделирование сабағында 3D моделирование и проектирование дейтін бізде дисциплина бар. Сол дисциплинада біз осыны қарастырып, және де өз жұмыстарын, проекттік жұмыстарын нақты осы проекттермен айналысатын болады. Сонымен бізде айтып кеткеніндей екі проект қозғалып жатыр, іске асып жатыр, біздің білімгерлердің және әкімшілік көмегімен іске асырылып жатыр. Салтанат Қадыровна, менің екі проектім бойынша айтатын мәлімдемем аяқталды. Егер сұрақтар болса, сұраққа жауап беруге дайынбыз. Енді құрметті Бақтияр Бағланұлы, мен мына біздің вебинарды тыңдап отырған қатысушыларға, тыңдаушыларға айтқым келетіні, осы желтоқсан айында бізде Алматы облысынан жас маман проектісін ұтып алған 5 оқу орны STEM оқуды курсын оқып, осы алған білімдерінің негізінде жаңағы STEM бағыттағы өздерінің колледждерінің ұсынып отырған жобаларын қорғауда сондай бір үлкен дәрежеде, сондай асқан жауапкершілікпен осы Алматы облысынан біздің Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжі ағылшын тілінде осы барлық 5 оқу орнының жобаларын өте жоғарғы деңгейде қорғап, сонау мына халықаралық деңгейде жаңағы Сингапур мемлекетіне біздің Қазақстанда да осындай керемет ғылыми жобалар, ғылыми жұмыстар жүзеге асатынын ойдағыдай көрсете білген Бақтияр Бағланұлы, сіздің ұжымыңызға біріншіден алғысымыз шексіз. Әрдайым осындай жаңалықпен, инновациямен, новаторлықпен, шығармашылықпен істеріңіз алға баса берсін. Барлық колледждер осындай үлкен жетістікте, үлкен аренада өз жетістіктерімен көріне білсін. Рахмет, өте сондай мен ойлаймын. Барлығы да келіседі деп ойлаймын, сондай құнды ақпараттар ортаға салынып жатыр. Енді құрметті қатысушылар, мұндай мүмкіндік келе бермейді. Сіздерде сұрақтар болса қойып отырсаңыздар, тамаша болар еді. Ешқандай сұрақ жоқ па? Рахмет. Аха, кез келген сұрақтарға не болмаса практика жүзінде біздің жоғары политехникалық колледжінен енді тәжірибе алмасу мақсатында сұрасаңыздар болады. Кейінгі уақыттарда
бірігіп, енді бір облыспыз, барлығымыз бірге жұмыс істеп, жақсы жетістіктерге жетейік. Әрине. Рахмет, Бақтияр Бағланұлы. Бұл STEM бағыты тек қана сол, мен ойлаймын, осы STEM курсты оқыған біздің әріптестер ғана түсінеді, біледі, қандай басында бізге ол қиындық тудырған, біз қалай бұл жобаларға халықаралық деңгейде мына курстардың өзінде сол Наньян технологиялық университетінің мамандары, жаңағы профессорлар өздері айтып жатты, біз Қазақстан мемлекетімен салыстырғанда 30-40 жылға алға ғылыми жаңағы инновациялық дамуға кеткен елдің қатарындамыз деп, сонда біздің өзіміздің Алматы облысы болсын, жалпы Қазақстаннан отырған техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындары колледждерінің басшылары мен ылғи замдар отырды ғой осы курста. Сол кісілердің өздерінің басында сондай бір қиындық туғызды. Осы жобаны ең соңында сіздер ұсынып қорғайсыз дегенде. Енді осы курстың соңына таман өз деңгейінде, өте сондай жоғарғы деңгейде керемет тамаша жұмыстар ұсынылған кезде, мен ойлаймын, сол Наньян технологиялық университетінің мамандары, ұйымдастырушылары таң қалып, үлкен алғыстарын айтып, осы 2021 жылдың қараша-желтоқсан айында үлкен бізден осы жобалардың жаңағы нәтижесін көргілері келетіндігін айтқан болатын. Сондықтан мен ойлаймын, бұл үлкен мәртебе біздің оқу орындары үшін. Рахмет, Бақтияр Бағланұлы. Ары қарай онда өзіміздің вебинарымызды жалғастырайық. Олай болса, құрметті әріптестер, енді STEM-ді оқыту мен оқуды жақсарту, бұл тәжірибе алаңының соңғы және қорытынды кезеңін өзіміздің Талдықорған агротехникалық колледжі бізде осы жобаға қатысып, өзіміздің колледжден үлкен бір жобаларды ұсындық Сингапурға. Соның негізінде, соның бір ең негізгі бағытымен қазір сіздерді соған жауапты мамандар таныстыратын болады. Бізде бұл жұмыстың өзі 4 кезеңнен тұрады. Бұда бізде мамандықтар арасындағы интеграциямен байланыстырып ұсынып отырмыз. Бізде біріншіден ветеринария мамандығы, сосын кейін радиоэлектроника және байланыс мамандығы, сонымен қатар сүт өнімдерінің өндіру технологы. Осы 3 мамандықтар арасындағы интеграция. Бірінші және екінші кезеңді іске асыратын бізде ветеринар мамандар, сондықтан сөз кезегін арнайы пәндер оқытушысы Тұрсынбек Серікке беремін. Алмастар ма, құрметті әріптестер. Бірінші кезең бойынша, бірінші және екінші кезең бойынша біз 2016 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Бизнес байқауларына қатысып 2016 жылы студенттермен бірге Қаратал ауданының әкімшілігінің қолдауымен арнайы осы жобаға жер телімдері бөлініп берілді. 2017 жылы арнайы сол бөлінген жер теліміне шаруа қожалығы тұрғызылды. 2018 жылдан бастап осы жұмыс іске асырылып отыр. Бүгінгі таңда біз осы бірінші және екінші кезеңнен өттік деп есептейміз. Бірінші кезең бойынша ауыл шаруашылық жануарларын өсіру және генетика дейді. Жетісу ешкі тұқымын алу үшін біз қазақы ешкі тұқыммен орыстардың зәнен ешкі тұқымдарын будандастырып арқылы жетісу бағытындағы, сүт бағытындағы ешкі тұқымын алу біздің басты мақсатымыз болды. Біздің өзіміздің Алматы өңірінде өскен қазақы ешкі тұқымдары өздеріңіз жақсы білетіндей жүндес тұқымды болып келеді. Сонымен бірге бұның сүт мөлшері жарты килограммға жетер-жетпес қана болады. Ал енді орыстардың зәнен ешкі тұқымы сүт бағытындағы 5 литрға, 3-5 литрға дейінгі бағытта бізге сүт бере алады. Сол мақсатта біз жұмыс жасап, жетісу ешкі тұқымын алуға мақсатымызды қойдық. Себебі біз зәнен ешкі тұқымдарын алып келіп бірінші жылы өсірген кезде біздің осы Алматы облысының ауа райына үйлескен жоқ. Олар бірінші жыл төл берген кезде төлдердің бәрі іш тастап кетті. Сонымен бірге өте әлсіз жағдайда болып келді. Сол себептен біз өзіміздің жеке осы Алматы облысына сәйкес келетін жетісу ешкі тұқымын алуды басты мақсат еттік. Сонымен біз осы мақсатқа жету үшін жетісу ешкі тұқымы мен зәнен ешкі тұқымдарын будандастыру арқылы жетісу ешкі тұқымын өндіру мақсатын 3 жылдан бері 2 бағытта жұмыс жасап келе жатырмыз. Біріншісі қолдан ұрықтандыру жұмыстарын жүргізу, арнайы қатырылған, тоңазытылған ұрықтарды алып келу арқылы өзіміздің қазақ ешкі тұқымдарын ұрықтандыру арқылы жетісу ешкі тұқымына жету. Екіншісі
арнайы занен ешкі тұқымының аталықтарын алып келу арқылы осы жетісу ешкі тұқымын алу. Осы екі бағытта жұмыс жасадық. 2018 жылдары алып, біз 30 бас қазақ ешкі тұқымынан бастағанбыз. Бүгінгі таңда қазір 80-90 бас жетісу ешкі тұқымының бірінші төлдерін алып отырмыз. Былтыр біздің есеп бойынша салып көрген кезімізде оның алғашқы төлдерінен 2 литрға дейінгі сүт мөлшерін ала алдық. Сонымен бірге өзіміздің Талдықорған ауа райына сәйкестігі өте жақсы деңгейде болды. Себебі алған төлдеріміз 100 бас ешкіден жоқ дегенде, негізінен өздеріңіз жақсы білесіздер, егізден төлдейтіндер көп болды. 140 бас төл алып отырдық. Бірінші жылдары осы басқышта біз жете алмағанбыз. Ал 2019 жылы өте жақсы деңгейге жеттік. Енді сүт мөлшеріне келетін болсақ, сүт мөлшері біз болашақта 5 жылды жоспарлап отырмыз. Осы 5 жыл көлемінде орыстардың занен ешкі тұқымында 5 литр сүт беретін ешкі тұқымына жетеміз деген мақсатты қойып отырмыз. Сонымен бірге өзіміздің колледждің студенттермен бірге осы бірінші және екінші басқыштағы жұмысымызды толығымен атқарып іске асырып отырмыз. Ары қарай бізде үшінші кезеңде радиоэлектроника мамандары осы ешкі малының тұратын жатын орнын автоматтандыру. Бұл кісілердің басты негізгі жұмыстары. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жетісу ешкі тұқымының дамуына қолайлы жағдай жасау үшін ешкі малына датчиктер, GPS-тер, чиптерді қолдану арқылы бақылауды жүзеге асыру болып тұр. Бұл біздің ең бірінші мақсатымыз. Енді жұмыс жоспарын жүзеге асыру үшін ешкі малының бағып қағуын автоматтандыру керек. Чиптеу бұл ешкіні электронды идентификация жасау. Және де GPS датчиктер құру. Бұл кішкентай құрылғы арқылы ол малдың мойнына салынып, қайда жүрген және оны бақылап отыруға болады. Бұл үй жануарлардың қозғалысын үнемі бақылауға және деректерді иесіне жіберуге мүмкіндік береді. Жұмысымыздың міндеті ешкі сүтінің өнімділігін арттыру және сапасын жақсарту үшін автоматтандырылған деректерді пайдалану бойынша іздеу, зерттеу жұмыстарын орындау. Орнатылған датчиктер күндізгі уақытта азықтандыру уақытын, зерттеу жобаның толық уақытын чиптердің көмегімен бақылау ешкілердің жағдайы, олардың температурасы мен денсаулығын, жай күйі, жоғары сапалы сүт пен жақсы ұрпақ алу үшін қолайлы жағдай тудырады. Енді жәнегі айтқан жобаларды жүзеге асыру үшін GPS туралы және түсінікті ол, малды егер жоғалып кетсе, ұрлап кетсе, оны қайда жүргенін бірден анықтап тауып алуға болады. Жетісу ешкінің ешкі тұқымын азығы үшін құрғақ және дымқыл шөп сақтағыш пайдалану керек. Осы шөп сақтағышты автоматтандырып, оны ұсатса, бұл біріншіден ешкі малының қорегі жақсы болса, оның сүтінде құнарлығы өседі және мөлшерде өседі. Ешкі малын чиптеу электрондық белгілеу. Бұл чиптеу арқылы көп рөл атқарады. Бізде чиптің мысалы кейбіреулер болады, 100 метрге арналған, 500 метр, 10-50 километрге шейін. Бұл қайда жүрген бақылауға. Бұл тек қана ешкінің қайда жүрген тек қана бақылап қана қоймаймыз. Бұл енді оның қуатына байланысты сол қай жерде жүрген анықтайды. Одан кейін оның көңіл күйін, жағдайы дегеніміз, мысалы, егер ол ауырып тұрса, температурасы болса, осы бүкіл болып жатқан организмдегі, ағзадағы бүкіл нені электронды түрде, автоматты түрде смартфонға иесінің және автоматты түрде компьютерге жіберіледі. Компьютерға жіберілген кезде біз сол компьютер арқылы бүкіл жыл бойы анализ жасап, әрбір ешкінің, мысалы айтқан кезде, ауырған кезде қандай жағдайда тез емдеуге болатынын, және одан кейін оның майлылығын тексеруге болады, сүтінің құнарлығын тексеруге болады.
Осындай келесі этап, енді біз ешкі малы бұл суыққа өте шыдамсыз, өйткені әріптестерім айтып жатыр, суық қорада тұрған малды енді буаз кезінде, туған кезде төлдері қызыл шақа болып, сондықтан олар мысалы өліп қалып жатыр. Сондықтан бұл жағдайдан түгел болмас үшін әрбір осы тұрақтарға, қораларға мысалы датчиктер қойып, олардың температураның ылғалдылығын, ол тек қана сол қораның ғана емес, шөп тұратын жерінде ылғалдылығын анықтап тұру керек. Егер шөптің қорегі жақсы болса, құнарлығы жақсы болса, оның түгел сүті де, азығы да жақсы болса, оның да сүттері мол болады. Енді ешкілердің түрінің сапасын сақтау үшін үгіттегіш орнатылған жиналмалы бөлмеде бірден температура мен және ылғалдық сенсорларын қолданамыз. Енді жазғы айларында егерде фермада болатын болса, дыбыстық сенсорлы датчиктерін қолдануға болады, жайылатын жерді қоршап қойып. Одан кейін қысқы мал тұрағын есігін жарықтандыру датчикі, сигнализация орнатуға болады. Және датчиктерін қоректендіру үшін күн панельдердің энергиясын пайдалануға болады. Енді қысқаша айтқан кезде осы бүкіл датчиктер, GPS-тер, чиптеу, осы түгел ұялы телефон шлюзі арқылы бақыланады. Неліктен? Бұл өйткені сіздер үйлеріңізде әрқайсыларының смартфон бар, сол смартфон арқылы өзіңіздің қорада тұрған, жайылымда жүрген малыңыздың жай күйін әрқашанда әр уақытта анықтауға болады. Егерде бір, мысалы, температурасы өсіп, ауру жағдайлар болған кезде, сіздің датчигіңізге, смартфонға сигнал келеді, осындай жағдайлар болып жатыр деп. Енді біздің осы радиоэлектронды және байланыс мамандарының осындай жүзеге асыруға ойымыз бар. Жақсы, сәттілік, сау болыңыздар. Енді келесі бұл жобаның 4-ші кезеңін жүзеге асыратын сүт технологы Мақпал әріптесіне сөз кезегін беремін. Мақпал апай, демонстрация алып, соңғы 4-ші кезеңді баяндап беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Мен арнайы пәндер оқытушысы Абдрасыл Мақпал Қанатқызы. Яғни, мен айтқым келеді, яғни Ибн Сина атамыз айтқан екен, балаларының алдында қартайып, мүсәпір халге түскін келмесе, онда ешкі сүтін іш деген екен. Яғни, бұл жерде айтқым келгені, 4 түліктің ішінде ешкі сүтінің қасиеті өте ерекше. Яғни, бүгінгі біздің алып отырған жобамыз ешкінің сүтінен ірімшікті өндіру. Яғни, бұл жердегі біздің жұмыс жоспарымыз қандай? Бұл жерде біз қандай жоспарды қолға алып отырмыз? Яғни, тәжірибелік зерттеулерді тәжірибеге енгізу. Біздің мақсатымыз қандай? Жұмысымыздың мақсаты өсімдіктің шикізатын қолдана отырып, ешкінің сүтімен өндірудің арнайы технологиясымен рецептурасын жасау. Яғни, бұл жерде біз қандай мақсатқа қол жеткізуіміз керек. Яғни, біз бұл мақсатқа қол жеткізу үшін біз колледждегі сүт цехының базасындағы арнайы пәндер оқытушысы, одан әрі жоба жетекшісі, сүт өнімдері өндірісінің мамандығы бойынша оқитын студенттердің қатысуымен осы ірімшіктің сүтінің рецептурасын әзірлеп көрмекпіз. Яғни, ол жерде қандай кедергілер болуы мүмкін? Ол жерде өндіріс дамуының төменгі деңгейінің, яғни негізгі проблемасы болуы мүмкін. Яғни, сондай кедергі болуы мүмкін. Зерттеу нысаны, бұл жерде мысалы қандай зерттеу нысаны алынды? Зерттеу мысалы, яғни ешкінің сүтінің қасиетін қарайтын болсақ, сіздер білесіздер, ешкінің сүтінде витаминге өте бай, яғни магний, калий, фосфор, яғни сиыр сүтіне қарағанда витаминдердің көзі бұл жерде 6 есеге көп. Яғни бұл диабетпен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Сонымен қатар бұл ешкінің сүті 99 ауруға ем деп айтсақ болады.
яғни біз ешкінің сүтінен ірімшік дайындаған кезде студенттермен, яғни ол жерде біз қандай нәтиже күтеміз. Ешкінің сүтінен жасалған жұмсақ ірімшіктер үлгілерінің сапалық және де сандық көрсеткіштермен өз зерттеулерін жүргізуді күтеміз. Яғни мен сіздерге қорытындылап, яғни ешкінің сүті жайында қорытындылап айтатын болсам, ешкі сүті мен ешкі сүтінен жасалған өнімдер, яғни адамның диабетке қарсы, яғни гипоаллергенді болып келеді. Яғни біз осы ешкінің сүтінен ірімшік дайындайтын болсақ, ол диабетке қарсы гипоаллергенді болып келеді. Яғни мысалға сиыр сүтімен ішетін адам аллергиясы болатын болса, ол мысалға аллергияны одан ары қарай қоздырып жіберуі мүмкін. Егер біз ешкінің сүтінен ірімшікті дайындайтын болсақ, ол мысалы ешкінің сүтінен ірімшік дайындаған кезде ол керісінше оның құрамында мынандай қасиеті бар екен, яғни ол аллергияны жойып жіберуі мүмкін екен. Яғни ешкінің сүтінде сондай бір өзінің қасиеті бар, яғни аллергияға қарсы, ол аллергияны мүлдем жойып жіберуі мүмкін екен. Яғни біз жоспарлап отырмыз, қандай осы неде қандай жоспарлап отырмыз, егер біз ешкі саны көбейіп, расымен де сүт мөлшері цехты қосқан кезде сүт мөлшері жетіп артылатын болса, онда біз диабетпен ауыратын адамдар үшін осы ешкінің сүтінен ірімшік өндіруді жоспарлап отырмыз. Біздің яғни нақты жобамыз, яғни осындай нәрсені жоспарлап отырмыз. Яғни бұл жобаның қандай пайдасы бар? Бұл жобада біз тәжірибелік зерттеулерді практикаға енгізу мысалында студенттермен жетекшінің арасында бұл бір біріктірілген бір жоба болады деп өз басым есептеймін. Нақты айтқан кезде біздің жобамыздың пайдасы осы болмақ. Яғни бұл ешкі сүтінен біз ірімшікті өндіретін болсақ, бұл 99 ауруға ем, яғни өте жақсы идея деп айтқым келеді. Рахмет, Мақпал апай. Құрметті біздің бүгінгі вебинардың қонақтары, құрметті біздің қатысушылар, бүгін мен ойлаймын, осы мына арнайы электротехникалық және ақпараттық жүйелер пәндік циклдық комиссиясының 10 күндік аясында арнайы осы мына облыс көлемінде техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары колледждерге мына STEM білім беру жұмыстарын, бағыттарын көрсетіп, әр колледждегі жаңағындай жасалынып атқан жұмыстарды ашу барысында түсінік, бағыт, бағдар беру мақсатында осындай вебинар ұйымдастырған болатынбыз. Барлықтарыңыз алтын уақыттарыңызды бөліп, осы біздің шарамызға қатысқандарыңызға, қонақтарымыздың жақсы өздерінің жұмыстарын ортаға салғандарына алғысым шексіз. Енді осы вебинарымыздың соңында сіздерге бір кері байланыс, бүгінгі вебинардан алған ең құнды екі ақпарат пен қиындық тудырған бір мәселені ортаға салсаңыздар. Құрметті қатысушылар, қандай ақпарат осы бүгінгі жобадан, бүгінгі мына вебинар барысында қандай құнды ақпараттар алдыңыздар? Бір екі ақпарат келтірсеңіздер. Бүгінгі вебинар өте жоғары деңгейде деп ойлаймын. Көп-көп рахмет барлық қатысушыларға. Менде мынандай бір сұрақ туындап отыр. Осы жаңағы біздің агротехникалық колледжінің жаңағы систем жобасы бойынша жобаны қалай қаржыландырылады ол? Сол сұраққа жауап берсем, содан кейін мен өзімнің жауап алсам, одан өзімнің вебинардағы әсерімді айта алар едім. Осы бір қаржыландыру бағытындағы сұрақ бізде бірінші кезең осы жұмыс басталғаннан бастап ең бірінші бізде қойылған ең негізгі сұрақтардың бірі, ең негізгі кедергілердің бірі. Әрине, жаңағы Тұрсынбек шаруа қожалығындағы 5 ешкінің өзін бағып күту, оны жаңағындай бір жыл көлемінде одан бірінші төл алу, одан кейін оның жаңағы төл алып, сол төлден ары қарай сүт алу,
ол сүттен ары қарай ірімшікке оны жаңағыдай сүт технологтарына беріп ірімшік өндіру, бұның барлығы ақшадай шығынға есептегенде кәдімгідей қомақты қаражаттан тұрады. Сондықтан біз бастапқы кезеңде мына қараша айына немесе қай уақытта бізден осы жобаны сұрайды, сол кезеңге біз өзіміз қазір колледжіміздің басшысымен ақылдасып қойып отырмыз. Ең алдында біз бұны макет күйінде, жаңағындай шағын проект жүзінде ұсынамыз. Егер де бұл жобамыз жаңағындай басқа осыны қараушылармен, ұйымдастырушылармен қабылданатын болса, құпталатын болса, онда әрине бұл ары қарай жүзеге асатын болады. Жақсы, сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Біріншіден вебинардан алған әсерім барлық, біріншіден Алматы облысы бойынша барлық колледжлардың сабақтастығы мені қуантып отыр. Біріншіден сабақтастық бұл өте үлкен ата бабамыздан әдет-ғұрыптан келе жатқан жүйе деп есептеймін. Сондықтан сабақтастығымыз жүзеге аса берсін деймін. Екіншіден барлық жобаны жасаушыларға, қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Маған вебинардан өте жақсы әсер алдым. Рахмет сіздерге көп-көп. Рахмет сізге. Енді бір соңғы сұрақ, осы вебинарда қиындық тудырған бір мәселе, осыны аша аласыздар ма? Барлығы сіздерге түсінікті болды ма? Әлде бір қандай да бір осындай қиындық, осындай бір мен түсінбедім, осындай бір қиын мәселе екен, мына STEM жоба деген болмайтын дүние екен деген сияқты ешкімде сондай әсер қалған жоқ па? Қиындық тудырған мәселе бойынша кім айтады? Салтанат Қадыровна, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Вебинарға қатысушылар, менің аты жөнім Ержігітова Майра Топанбайқызы, Талдықорған агротехникалық колледжінде директордың оқу өндірістік іс жөніндегі орынбасарымын. Маған бұл бүгінгі мына қаралып отырған мәселе өте жоғары деңгейде қарастырылып жатыр, өте ұнап отыр деп айтқым келеді. Енді мен сондай бір қиындатып отыр деп ондай бір не қарастырайын деп отырған жоқпын мәселе. Себебі әр нәрсені қолға алғаннан кейін басында бастау қиын ғой. Одан кейін егер бірлесіп істейтін болсақ, атқарып істеуге болатын мәселе жаңағы жұмыс деп ойлаймын. Әсіресе маған бағана Бақтияр Бағланұлы айтып кетті ғой, мысалы STEM деген жобаның өзі бұл айналамыздағы проблемаларды шешу жолындағы ізденіс деп. Яғни осы іздене отырып, ол ізденіске біз өзіміздің студенттерімізді қоса отырып, жаңаша бір жаңалықтар енгізу деп ойлаймын бұл STEM жобасы. Және де осы айтылып жатқан, көрсетіліп жатқан жобаларға өте көңілім толып отыр. Және де біз өзіміз осы Талдықорған агротехникалық колледжінен қатысып отырған педагог оқытушылар, біз көптеген жаңа мәліметтер алдық, жаңаша бір бағыттарды байқадық. Және сонымен қатар біздегі мына қарастырылып жаңағы әрбір этап бойынша Салтанат Қадыровна біздің Талдықорған агротехникалық колледжінің алып отырған бағыты, мақсаты, жобалар айтылды ғой. Сол жерде мен бір айта кетерім, жаңағы Мақпал Абдрасылқызы Мақпал жаңа айтып өтті ғой соңында, осы сүт өнімдерін ары қарай жаңағы одан ірімшік алу деп. Енді осы жерде біздің қазіргі жағдайда жаңа технологияларымыз соған сәйкес келетіндігін кішкене сол айтылмай кетті. Енді соны қосымша айта кеткім келіп отыр. Өйткені бізде жас маман жобасы бойынша 3 түрлі цех ашылды, соның бірі сүт өнімдерін өндіру цехы. Ал енді бүгінгі айтылып жатқан бұл жоба бірінші біздің бағытымыз, Салтанат Қадыровна, сол жаңағы жөнінде кішкене толықтыра кеткім келеді. Өйткені бізде осы жас маман жобасы бойынша келген қондырғыларды, яғни құралдарды біз соған қолдана отырып, осы STEM жобасына іске қосқалы отырмыз. Өйткені ол жерде бізде қаймақ өнімін алу, сондай жаңағы құрылғыларымыз бар, дайын, жаңағы технологиямен жабдықталған цехымыз дайын. Осыны ары қарай іске асырсақ өте жақсы, керемет дүние болар еді деп ойлаймын. Ал енді осы бүгінгі вебинарға қатысушы біздің қонақтарымызға үлкен рахметімді айтқым келеді, және Салтанат Қадыровна осындай кең көлемдегі вебинар ұйымдастырғаныңызға сізге де алғысым шексіз. Рахмет. Рахмет, Майра Топанбаевна.
Рахмет, құрметті біздің бүгінгі вебинарымыздың қонақтары, құрметті вебинардың қатысушылары. Олай болса, барлықтарыңызға да сәттілік тілей отырып, осы бүгінгі біздің STEM-ді оқыту мен оқытуды жақсарту тақырыбындағы вебинарымызды сәтті аяқталды деп аяқтауға рұқсат етіңіздер. Сау саламатта болып тұрыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.